не көрсек? Жоқ. Ананың шексіз махаббаты. Жалғыз басы еркек күн ұрысы. Жанашыр анасы болу керек. Не болмаса, әйелі. Отбасы құндылығын сақтау. Әйел мейірімі. Ұлттық болмыстағы әйел бейнесі. Күйеуге шыққың келе ме деймін? Келеді. Дайын тұрған жігітіңіз бар ма? Бар. Болғанда қандай? Пенде емес, періште. Әйел мейірімі. Сәл кідіре тұра сербе. Тастанда келіп қаларсың. Заман қаталдығына қарсылық. Осындай қасиеттерді кино экраны анасы атанған Амина Өмірзақова экран арқылы көрермендерге сездіре білгенін классикаға айналған фильмдерден байқаймыз. Жалаңаш болып, мен бөтен еркек денесінің кез келген жеріне шаптырем. Қазақ киносының көркемдік дамудың алғашқы қадамдары актерлық мектеп тәжірибесімен тікелей байланысты. Қазақстан тақырыбында түсірілген ең алғашқы фильмдердің барлығына театр сахнасының актерлары қамтылды. Серке Қожамқұлов, Қалибек Қуанышбаев, Елубай Өмірзақов, Құрманбек Жандарбеков, Қанабек Байсейітов, Шәкен Айманов, Қапан Бадыров, Амина Өмірзақова, Хадиша Бөкеева, Бекен Римовалардың алғашқы көркем суретті фильмдердегі рөлдерінен ұлттық актерлік кино тарихы бастау алады. Амина Өмірзақованың есімі кино экраны мен театр сахнасында аналар бейнесін шынайы, әрі шебер бейнеленгенімен белгілі. Белгілі актриса сомдаған экрандық кейіпкерлердің қазақ ұлттық киносындағы алар орны аса тереңділігімен ерекшеленеді. Кино сүйер қауымының ыстық ілтипатына бөленген алғашқы кино жұлдыздарының бірі болды. Ол өз өмірін театр және кино әлемінде әр алуан мінезді түп нұсқадағы кейіпкерлерді сомдауға арнады. Оның талантына сүйсінген кей өнертанушылар оның сөзсіз шебер образына, егер орыс кинематографиясында ананың рөлін ерекше сомдаған Вера Морецкая, итальян киносында Анна Маняни болса, қазақ киносындағы ана образы Амина Өмірзақовамен тығыз байланысты деп баға берді. Актриса әртүрлі образы арқылы қазақ әйелінің шынайы бейнесін көрсете білді. Кино танушы мамандардың айтуынша, оның өнері бірінші кезекте осымен құнды. Шығармашылықтың даңғыл жолына түспес бұрын Амина Өмірзақова 1938 жылы Ленинградтың мемлекеттік сахна өнері техникум, кейіннен театр, музыка және кинематография институтын бітірді. Жас Аминаның кино әлеміндегі дебюттік рөлі 1938 жылы түсірілген режиссер Герасимовтың «Комсомольск» фильміндегі пионер қыздың рөлі болды. Бұдан бөлек жас актриса Ленфильм киностудиясында түсірілген бірнеше фильмдерге түседі. Жастайынан өнерге құштар әрі бейім болған Амина, оқу қабырғасында өз еңбекқорлығы мен ізденімпаздығының арқасында көптеген орыс режиссерларынан сабақ алып, экранның қыры мен сырын меңгерді. 1942-1949 жылдар тұсында Қазақфильм киностудиясында қызмет атқарады. Ұлы Отан соғысының басталуына байланысты Ресейдегі киностудиялар мен шығармашылық топ Алматы қаласына уақытша қоныс аударды. Бірлескен киностудия құрылып, мұнда еліміздегі көркем және деректі фильмдердің 80% түсірілді. Амина Өмірзақова монтаждаушы мамандығын игерді. Түні бойы көз ілмей салқын бөлмеде таспаларды кесу, желімдеумен айналысты. 1945 жылы экранға шыққан Абай әндері фильмінде Амина Өмірзақова Ажардың рөлін сомдайды. Бұл рөл актриса үшін тұңғыш кең көлемді рөлі болды. Осыдан кейін кино әлемі актриса үшін есігін айқара ашты. Бұдан кейін ол 1956 жылы Қанатты сыйлық фильмінде мұғалім, 1960 жылы Бір ауданда фильмінде Айша рөлін сомдайды. Қазақ киносында Амина Өмірзақованың ең сәтті шыққан
әрі терең ашылған экрандық бейнесі «Ана туралы аңыз» фильміндегі ананың рөлі болды. Осы жұмысы үшін актриса 1964 жылы Қазақстан және Орта Азия республикаларының кино өнері бойынша өткен жарыс байқауының бірінші сыйлығының иегері болды. 1966 жылы Қазақ СССР мемлекеттік сыйлығымен марапатталады. Қазақтың біртуар режиссері Шәкен Аймановтың 1968 жылы «Тақиялы періште» атты комедиялық көркем фильмі жарыққа шығады. Аталмыш фильмде Әмина басты рөлдердің бірі Тана бейнесін көркем әрі шынайы сомдайды. 1968 жылы «Тақиялы періште» фильмінде Тана рөлі үшін Қазақстан және Орта Азия республикаларының 8-ші кино өнері байқауының сыйлығымен марапатталады. Әмина Өмірзақова сомдаған ана бейнесі түп нұсқадағы көркем бейненің тамаша үлгісі болып бүгінге қалып, ертеңге жете бермек. Ұлы актрисаның кез келген жанр атмосферасын сезініп, көрерменге эмоция бере алатын қасиеттер бойынан табылады. «Ана туралы аңыз» драмалық фильмде жалғыз басты ананың трагедиялық жай күйін көрерменге сездіріп көрсете білсе, «Тақиялы періште» фильмінде керісінше өзінің болмысы мен іс-әрекетімен көрерменді күлкіге қарық қылатын Тана классикалық образдың жарқын үлгісі болып қала бермек. Әмина Өмірзақова экраннан перзентке деген ананың махаббатын шынайы көрсете білді. Сондықтан болу керек, бүгінгі таңда Әмина Өмірзақованы қазақ экранының анасы деген түсінік қалыптасты.